Баршаларыңызға ассалаумағалейкум, құрметті Батыр автоның оқырмандары. Достар, бүгін біз өзіміздің екінші нүктеміздегі автокөліктерді осы Сүйінбайдың бойындағы автотұрағымызға алып келдік. Барлық автокөліктер енді осында тұратын болады. Бұл жақта іште сыртта бюджет автокөліктер және де іште жылы жаңарақ автокөліктерді көре берсеңіздер болады. Қазір әр автокөлікті жеке-жеке сіздерге көрсетіп, шолу жасап кететін болам. Ендеше біздің видеомызды соңына дейін қараңыздар. Ал біз кеттік. Достар, біз сонымен қатар тек жеңіл көліктер емес, осындайда жүк тасығыш автокөліктермен де айналысамыз. Бұл бізде Газель 2015 жылғы, бағасы 6.500.000, жүрілген шақырымы 151.000 шақырым, қозғалтқыш көлемі 2.7 механикалық қорапта. Ары қарай бізде Toyota Land Cruiser 100, жылы 2004 жылғы, толық жетекті 4.7 қозғалтқыш көлемімен жағармайы газ бензин. Автокөліктің бағасы 7.490.000. Ары қарай бізде Toyota Highlander кроссовер, автокөліктің жылы 2010, бағасы 11.390.000, қозғалтқыш көлемі 3.5 литрлі бензин, автоматтық қорапта. Әрмен қарай бізде тағы да Toyota Highlander, бұның жылы 2010, бағасы 10 миллион. 3.5 қозғалтқыш көлемімен бензин, толық жетекті автоматтық қорапта. Жүрілген шақырымы 114.000 шақырым екен. Оның қасында тағы да Toyota Highlander, жылы 2002 жылғы 210.000 шақырым жүрген 3 литрлі автоматтық қорапта. Бағасы 5.990.000. Армен қарай кеттік. Ары қарай бізде Hyundai Tucson, жылы 2013, 2 литрлі автоматтық қорапта, толық жетекті кроссовер. Бағасы 7.110.000. Оның қасында енді бәрімізге ұнайтын Toyota Camry 40, жылы 2006, 307.000 шақырым жүріпті, 3.5 қозғалтқыш көлемімен, бағасы 5.500.000 теңгені құрайды екен. Ары қарай бізде Mercedes E350, автокөліктің қозғалтқыш көлемі 3.5 литрлі, жылы 2006, жағдайы өте жақсы сақталған, өзінің қатарластарына қарағанда бағасы 4.800.000, толық жетекті автоматтық қорапта. Ары қарай Toyota Camry 45, жылы 2010, жағдайы өте жақсы, бағасы 6.590.000, 2.4 литрлі қозғалтқыш көлемімен, алдыңғы жетекті автоматтық қорапта. Ары қарай бізде Land Rover Defender, автокөліктің жылы 2013, бағасы 4.500.000, 2.4 литрлі 115.000 шақырым жүрген екен. Ары қарай бізде Renault Logan седан автокөлігі, жылы автокөліктің 15 жылғы механикалық қорапта, 1.6 қозғалтқыш көлемімен, бағасы 3.190.000. Hyundai Solaris, жылы 2018, 40.000 шақырым жүрген, бағасы 6.390.000, 1.6 қозғалтқыш көлемімен, автоматтық қорапта. Chevrolet Cruze, жылы 2012, автоматтық қорапта, бағасы 3.790.000, 1.8 қозғалтқыш көлемімен, 148.000 шақырым жүрген. Volkswagen Polo седан, жылы 2013, бағасы 3.700.000, 1.6 қозғалтқыш көлемімен, механикалық қорапта, алдыңғы жетекті седан. Honda CR-V кроссовер, бағасы 2.600.000, жылы 1997 жылғы 2 литрлі толық жетекті кроссовер. Ары қарай Kia Rio, жылы 2014, седан, 1.6 қозғалтқыш көлемімен, 152.000 шақырым жүрген, бағасы 4.970.000 теңгені құрайды. Toyota Land Cruiser Prado, жылы 2013, бағасы 15 миллион, 2.7 қозғалтқыш көлемімен, бензин, толық жетекті, жол талғамайтын автокөлік. Ары қарай бізде Volkswagen Golf, автокөліктің жылы 1996 жылғы, бағасы 1.800.000, автоматтық қорапта, қозғалтқыш көлемі 1.8 литрлік бензин жағармайында. Оның қасында Lada Largus 2014 жылғы, 1.6 қозғалтқыш көлемімен, механикалық қорапта, бағасы 2.500.000 теңге. Оның қасында тағы да бір Largus, бұның жылы 2013, бағасы 2.460.000.
1.6 қозғалтқыш көлеммен, бұл да бензинде екен. Ары қарай кеттік. Сонымен қатар жолаушы тасығанға арналған Mercedes Viano минивэні. Автокөліктің жылы 2006, 202.000 шақырым жүрілген, 8,5 миллион теңге бағасы. Қозғалтқыш көлемі 2.2 литрлі дизельде. Ары қарай бізде Mitsubishi Delica 1992 жылғы, бағасы 2.100.000, 2.5 қозғалтқыш көлемімен дизель жағармайында. Қорабы автоматта. Кроссоверлардың кезегі келді. Яғни кішкене биіктеу автокөліктерден басталады, ары қарай кроссоверлер. Бұл бізде Lexus 570, бағасы 16.700.000, жылы 2010, 5.7 литрлі бензин жағармайында, толық жетекті автоматты қорапта. Ары қарай кеттік. Ары қарай бізде Dongfeng Glory 580 автокөлігі. Бұл автокөліктің жылы 2019 жылғы. Автокөліктің жылы 19 болғанмен әлі жүрілмеген жап-жаңа автокөлік. Бағасы 6.950.000, 1.5 қозғалтқыш көлемімен механикалық қорапта. Ары қарай Suzuki Grand Vitara кроссовері, бағасы 4.790.000, жылы 2007, 2.7 литрлі бензин жағармайында, қорабы автоматтық толық жетекті кроссовер. Мінекей, мен сіздерге дәл бүгін екінші нүктемізден келген автокөліктерді көрсетіп кеттім. Осы автокөліктер жайлы толықтай білгілеріңіз келсе, бізге хабарласыңыздар. Осы посттың астына телефон нөмірді қалдырып кетеміз. Немесе біздің мекен-жайымыз Сүйінбай 187/2. Осында келіп, толықтай мәліметті менеджерлерден ала аласыздар. Сіздермен болған мен Жеңіс Нұрбай. Баршаларыңызға сәтті күн болсын. Рахмет.